Ей амантай, амантай, болдың ғой сен жамантай. Өзіңменен алысып денсаулығым сыр берді-ай. Ей амантай, амантай, бір өзім ғана дейсің бе? Сен сияқты жамантай көбейіп кетті-ау дейсің бе? Ей амантай, амантай, көңілімді қалдырдай, аналық мейірімімде аяқ асты еттің бәй. Ей амантай, амантай, ақылың сенің қайда-ай? Әйел біткен қатын боп сыйламадың жасымдай. Ей амантай, амантай, жүре берші аман-ай. Тәте демей қатын деп, солай деп бет ақ жолтай. Деп. Анар аққу осылай зар илеп отырау деп осындай бір шумақтар келіп қалды. Енді артық көрмессіздер. Атыраулық аналар армысыздар, қазақ елі бармысыздар. Барлықтарыңызды да келе жатқан мейрамымыз құтты болсын. Ертең мейрам мінекей. Елімізде, жұртымызда бәрі аман болып, жақсылық күндер болсын. Енді 2007 жылы ашылған аққумын, кім білмесе, Жамбыл ата болып ашылғанмын. Үнемі әңгіме айта беруге жағдай келе бермейді, бірақ енді мына болып жатқан оқиғаларға қарап бір-екі ауыз өзімнің әңгімемді айтсам дедім. Онда да қысқаша. Бұл каналды негізі мен өзіме емес, өзгеге ашқан едім. Өйткені уағында көрген ғой неше түрлі аққуларды, енді қасиеттері мықты, тылсым дүние туралы көп білетін, сырлары бар, жырлары бар. Міне соларды сөйлету, халықпен таныстыру, халықпен бірге көтерілу, сондай бір жоспарлар болған еді. Ол жүзеге аспады. Енді кейде өзім осылай шығып сөйлеп қоямын. Енді сөйлет деп жазғыра көрмессіздер. Енді түсінікті болып тұр ғой. Сол астаналық ордадағы аққу сұңқарлар өздері бір-бірін сынап мінеп жатқан кезде соншалықты көңілдеріне ауыр алған күнде де мына сырттағы адамның айтқан әңгімесі оларға қаттырақ тиеді деп ойлаймын. Мен өткен сыртта жүрмін. Қазір аққу сұңқарларменен әмпей-жәмпей қатынасым жоқ. Өзім жүрмін. Қазір менің көзқарастарым өзгерді. Бұрынғыдай еш нәрсе жоқ. Бір 5 бөлмелі тамның бір бөлмесін орда деп отыратын заман өтті. Менің пайымдауымша адамның жүрген жерінің бәрі орда. Көшеде кетіп баратсаң ордадамын деп түсін. Міне Құдайдың берген. Түкірме көшеге, қоқымдарыңды лақтырып кете берме. Жұмыс істесең жан-жағыңа қара, өзің сияқты адамдар сүрлігіп жүрген. Оларға жақсы сөйле. Ол да орда. Өзің отбасың, ол да орда. Қысқасы, адамның жүрген жерінің бәрі орда. Адамға Құдай тағала осы жер бетін берген екен, жер бетінің бәрі орда. Маған осылай түсінік кеп жатыр. Енді атыраулық аналардан өте ұят болған. Өйткені сұлтанның түсінігі дұрыс болмай тұр. Амантай екеуінің түсініктері дұрыс болмай отыр. Оны мен көмек ретінде айтқым кеп отыр. Жаңағы сырттағылардың айтқатын әңгімесі оларға ауырлау тиеді деп айттым ғой жоғарыда. Бірақ сырттағы адамдар ол
бөлек бір планетадан көшіп келген жоқ қой. Жердің беті бәрімізге ортақ болса, бұл аталы жолдың әңгімесі де бәрімізге ортақ болады. Енді Қыдырәлі Тарбаев ағамыздың шәкірті болғандықтан, енді әркім өзінің білгенін ортаға салады ғой. Салам десе, салмайым десе өзі біледі. Қандай қателік кетті бұл екі жігіттен. Бірі Алматыға барды. Ойбай, мені қулығым жоқ екен деп арманда қалып, қайтадан сол ордаға барды. Енді бірі қулығын асырып тасырып, қулығын пайдаланып, ол қулықтан түк шығара алмай, ол да ордаға қайтты. Қазақта сөз бар ғой, жақын жүрген жерде тебісет, жақын жүрсе тебісет, алысқа кетсе кісінесет деп. Орданың бәрі бірдей ғой. Негізі орда менен орданың арасындағы көпір болады бұл жігіттер. Халықты халыққа жақындатады, ынтымақ бірлікті нығайтады деп, енді әйтеуір жақсыдан үміт артасың ғой. Сөйтсем ондай емес екен. Ондай емес екен, олардың ойлары, олардың жоспарлары ондай болмай шықты. Әр ордадағы, әр өлкедегі ордалар тек қана өздерінің сөздерін ғана жақтайды, бірін ғана жақтайды, бірін ғана мақтайды, мақтаса. Ал өзге ордалардың арасындағы жаңағы байланысты, олар мұндай әңгімелерді өздерінің мынандай құдайшылық әңгімелерін айтамайды екен. Комментарийді да оқып шықтым. Мен өзі зерттеп жүрем барлық нәрсені. Сондықтан комментарийдан да байқауға болады бұл жерде. Бөлінгенді бөрі жейді деп сондай болып жатыр. Бөлініп жатыр, бөрі жеп жатыр. Орда аталы жолдың атына кір келтіріп жатыр. Әрқайсысы өзінің іс-әрекетіне, әр адам өзінің іс-әрекетіне баға берсін. Сонда ілім деген ол қулық емес. Ілім деген ол ілім, білім деген білім. Арамдық деген арамдық, адалдық деген ол адалдық. Барлық нәрсеге тура қарау керек. Сосын тақуалы жол деген ол қандай жол ол? Соны түсінетін уақыттарыңыз болды. Тақуалық жол деген ол Құдайдың дегеніне көну. Сіздер Құдайдың дегеніне көнбейсіздер. Сол жердегі үлкен адамдар, аталар әңгіме айтып қалса, соны көтере алмай шалқаларыңыздан түсесіздер. Соның бәрі құдайсыздық. Сіздер қанша осы халықтың алдына шығып, өз айыптарыңызды айтып, сандарыңызды сабалап, жылап, еңіреп, қателіктеріңізді айтып жатырсыздар. Оның бәрі бос екеніне енді көздеріңіз жеткен шығар. Қателікті миллион рет айта бер, өз қатеңді миллион рет айта бер, өзгенің қателігін миллион рет айта бер. Одан түкте жақсылық шықпайтынына көздеріңіз жететін кез келді. Өйткені оны да қазағым айтып кеткен. Бәле қайда, бассаң аяқ астында деп. Бәледен бәле шыға береді. Сіздер тыныш жатқан жұртты өздеріңіз шақырып аласыздар. Әй, ібліс бергел, әй, шайтан бергел деп. Сіздерге жақпаған адамның бәрі ібліс пен шайтан ғой. Сырттағы адамдар жалаңаш жүреді дейсіздер, олар жақпайды. Киініп ордаларға барып жатса, олар да жақпайды. Енді өздеріңіз бұлай жүріс-тұрыстарыңызға жақсылап тұрып баға беретін кездеріңіз келген сияқты. Сіздер бір-бірлеріңіздің айналарыңыз болып отырсыздар. Айналарыңыз болып отырсыздар. Тақуа деген адам өзіне айтылған сөзді қабылдау керек. Сөйтіп, одан бір нәтиже шығара білу керек. Ол нәтиже біреу-ақ болды. Одан басқа нәтиже жоқ. Тек қана махаббатпен өмір сүреміз, тек қана сыйластықпен өмір сүреміз. Тек қана жақсы сөз айтамыз. Мына тақуаның аузынан шығатын сөздер сондай болу керек.
Сіздер бәріңіз мына киіп жүрген киімдеріңізге лайықты болуларыңыз керексіздер. Бірлеріңіздің алдарыңызда бірлеріңіз жаңа сызылып иә деп басты шұлғи беру керек. Енді сондай іс-әрекетке көшу керек қой. Өзара ұрсып таласып аласыздар да, сосын сөйту керек еді, өзгеру керек еді деп жүрсіздер. Уақыт өтіп жатыр. 7 жыл ма, қанша уақыт өтті, тағы қанша жыл өту керек. Тақуа адам ол әулие адам ғой, әулие адам. Әулие адамның сөйлеп көріңізші, баяғының әулиелері қандай болғанын шет жағасын естідік қой. Енді қазіргі әулиелер қандай екен деп ойланам да мен. Әдесе мәдейтін әулиелер ма қандай болып кетті мынау деп. Сонда сіздер өздеріңіз бір ортада жүріп, біріңіздің сөзіңізді біріңіз көтере алмайсыздар ғой. Сөз көтере алмайсыздар, бәріңіз гараматсыздар. Мен гараматпын деген адамда енді берекеттеріңіз кіру керек қой, бәрекаттарыңыз кіру керек қой. Сонда мен кереметпін деп ойлаған адам бәрін керемет деп ойлау керек. Иә, сондай болу керек. Негізі ше, бұл ойды өзгертпей, адамның ойы өзгермей, өмір өзгермейді. Сондай екен. Адамның сөзі өзгермей, айналасындағыларменен жақсы қарым-қатынаста боламайды. Болды. Сіздер адамның жаман жағын көресіздер. Яғни кемістігін көресіздер. Жетіспей жатқан жағын көресіздер. Ал адамның жақсылығын көрмейсіздер. Көргілеріңіз де келмейді. Сіздер бәріңіз сондайсыздар. Өңкей сондайлар жиналған сол ордаға ше, Құдайдың құдіретімен. Сонда Тоқберген атаның ішкі жан дүниесі сіздер болып тұрсыздар. Тоқберген атаның ішкі жан дүниесі Маруан тәте, Амантай, Сұлтан, Анар Аққу, Гүлнар бар, анау бар, мынау бар, Райса бар, бәріңіз сол Тоқберген атаның ішкі жан дүниесі болып есептелесіздер. Ал сіздердің жан дүниелеріңіз сол айналадағы жүрген өздеріңізбенен күнде қарым-қатынас жасап жүрген адамдар. Анардың бетпердесі Сұлтан, Сұлтанның бетпердесі Анар. Сіздер бір-біріңізді жамандап жүргендеріңіз, ол өздеріңізді жамандап жүргендеріңіз. Солай ұғу керек. Солай ұққанда ғана сіздер дұрысталасыздар. Әйтпесе мынау шайқас бітпейді ол. Бітпейді. Амантай ол менмін деп ұғыңыздар. Амантай менмін, Мәруан менмін, Райса менмін. Тағым қалды. Анау менмін, мынау менмін деп ұғу керек. Анар солай ұғу керек. Маруан ол менмін. Амантай ма, ол да менмін. Анау Гүлзия ма, бір күнде 1000 құбылатын, ол да менмін. Бәрі менмін деп ұқса, сонда Анардың іші жылайды. Сол адамдарға деген іші жылайды, өзгереді, махаббат пайда болады. Маруан тәте өз кезегінде ойлану керек. Райса пері емес, мен перімін. Ана Марғуба ол менмін. Райса ол менмін. Ана Қанипа менмін. Сұлтан менмін. Амантай менмін деп сол жердегі жүрген адамдардың бәрін менмін деп ұғу керек. Сонда Маруан тәтенің көзқарасы өзгереді. Бәрі сөйтіп ұғу керек. Өйткені бәріңіз сол жерде жүрсіздер ғой. Сол жерде қанша адам жүр, барлық адам солай деп ойлау керек. Солай деп ойлау керек. Мен жалғыз емеспін, осылардың бәрі менің көшірмем деп ойлау керек. Сонда өзгересіздер. Сонда өзгересіздер. Өйткені бір-біріне көзқарасы жақын адамдар бірге жүреді дейді ғой.
білгіштер, мына сырттағы білгіштер сөйтіп айтып жатыр. Сосын ойланып қаласың, ойпыр-ай, сондай ма екен-ай деп. Өмір өзі көрсетіп жатыр, шын мәнінде сондай екен. Сіздер бір-бірлеріңіздің айнасысыздар. Егер сол жерде Раиса тәте жаман болды ма, бүгінгі таңда Раиса тәте жаман ба, соны жамандап жатқан адамдардың бәрі жаман, сол жерде жүргендердің бәрі жаман, сол жердегі үндемей қалған жаңағы бәледен аулақ деп үндемей қалған адамдардың бәрі жаман. Сол жерде жүріп тұрып жатқан адамдардың бәрі жаман. Бір Раиса тәте жаман емес, сіздер бәріңіз жамансыздар. Сіздердің мынау түсініктеріңіз дұрыс болмай жатыр. Ілім деген ілім, ол білім деген білім. Мына екі жігіт ілімді қулық деп түсінген ғой. Амантай ілімді құлық деп түсінген. Менің сұлтан сияқты құлығым жоқ екен. Сөйтіп қор болып қайтадан сөзім іске аспай деп жаңағы Астанаға қайттан барды. Сұлтан да солай, қулығы бетіне шығып кеткен ғой, сұлтанның қулығы бетіне шығып кеткен. Ол да қайтадан қайтты. Сонда дұрыс, ойлары дұрыс емес, ойлары арам, ойлары дұрыс емес, ойлары таза емес. Ой таза болмағаннан кейін бой таза болмайды. Сосын олардың қасиетіне күмән келтіресің. Сосын олардың алып жатқан ақпараттарына күмән келтіресің. Өзін өзі танымаған адам өзгені қаяқтан таниды? Құрметті де қасиетті қазақ елі, үйтіп адаспайық. Бір-бірінен кір іздеп. Бәле іздесеңіз шыға береді. Тек жақсы сөз айту керек та, жақсылықты көре білу керек та, сол жақсылыққа жабысу керек. Міне, сонда ғана адамның бойында өзгеріс болады. Әйтпесе мынау өлгенше бітпейді бұл. Өлгенше бітпейді да, оның жыры бітпейді, жалғасын таба береді. Неге жалғансаң, содан нәтиже шығады ғой. Міне сіздердің нәтижелеріңіз, ойларыңыз таза емес. Бір-біріңіз туралы ойларыңыз таза емес. Сосын сырттағылар туралы әрине ойларыңыз таза болмайды. Оған таңғалуға болмайды ғой. Сондықтан тақуа дегенді сіздер өздеріңіз жақсылап түсініп алыңыздар. Сіздер оны түсінбегенсіздер. Тақуалық деген ол тек қана киіну, таза тамақ жеу болды. Сонымен шектеп қалдыңыздар. Сіздердің қазіргі тілмен айтқанда вибрацияларыңыз өте төмен болып тұр. Сондықтан осындай жағдайлар қайталанып жатыр. Енді деп қойдым енді. Құдай мені кешірсін. Бұл жәрдем ретінде, көмек ретінде айтып жатырмын. Менен жәрдемді, көмекті ешкім сұрап та отырған жоқ. Бірақ мынау алған мөрімді ақтайын да, титтей болса да. Мен өз бата шығармаймын. Шығарған емеспін. Шығарған баталар дұрыс еместігін қазір өзім мойындаймын. Сондықтан мен де алған мөрімді титтей болса да ақтайын деген оймен айтып отырмын. Керегін алыңыздар, керек емесін лақтырыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Атыраулық аналар, ақжаулықты аналар, еңбектеріңіз жанып, ордаларыңыз көркейіп, Тәңірдің жарылқауында, әруақтардың қолдауында болыңыздар.